Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Мен Саймағамбетов Жанболат Амангелдіұлы, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының бас директоры. Бүгін бұрғылау басқармасы бастаған талаптар қойып жұмыс тоқтатқанына 14 күн болғандығын мәлімдеймін. Біріншіден, бұрғылау басқармасы жұмысшыларының атынан қойылып жатқан талаптар заңсыз және Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының деңгейінде қаралатын болғандықтан заң аясында Қазмұнайгаз басшылары келмейді. Екіншіден, өзіңіз білесіңдер, неше күннен бері өздеріңіз алдарыңа шығып, мен бар, қасымдағы әріптестерім бар, сіздерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал енді бүгін 25 күні барлық басқармалар бойынша ай жабу, табель тапсыру жұмыстары жүргізіліп аяқталады. Сондықтан мынандай шешім қабылдап сіздерге мәлімдеймін. 12 қарашадан бастап ереуіл басталған күні бұрғылау басқарма жұмысшыларына еріп, басқа да мекемелер жұмысшылары қолдау жасап, 10 сағат тұрып қалғандарына 12-сінен бастап 15-сіне дейін толықтай күндерін қойып берем. Себебі түсіндірме жұмыстар арқасында әріптестеріміз түсініп, жұмыстарын бастап кетті. Оған осы сәтті пайдалана отырып, рахметімді айтам. Ал 15-сінен бастап екінші кезеңнен жұмысқа шықпай ереуілді жалғастырып тұрған бұрғылау басқармасының жұмысшылары кейбіреулері түсініп, жұмысқа шығып кеткендеріне бүгін міне 25 күніне дейін күндерін заңға сәйкес 50% төлеуге дайынмын. Егер де бүгін шығып кетіп жұмысқа ереуілді тоқтатып шыққан жұмыстастар болса, оларға 50% төленеді. Ал ертеңнен бастап 25 күні ай жабылғаннан кейін тұрған жұмысшыларға ақшалар төленбейді. Құрметті әріптестер, осы сәтті пайдалана отырып, біздің 60 жылдық тарихы бар мекемемізді көркейтуге тәртіппен жұмыс жасап, қызығын көріп, жұмыстарымызға шығып, жұмыстарымызды жалғастыруға шақырамын. Рахмет.